Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз партизан Қасым Қайсенов. Оқу мақсаты идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсаты, аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау. Күтілетін нәтиже: оқушылар идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбын, құрылымын, мақсатын, аудиториясын, тілдік ерекшелігін салыстырып талдайды, мәтіндермен жұмыс жасайды, анықтайды. Тыңдалым мәтіні: Қазақстанның халық қаһарманы, атақты партизан әрі жазушы Қасым Қайсенов 1918 жылы 23 сәуірде Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданында дүниеге келген. 1934 жылы мектепті бітіріп, Өскемен қаласындағы саяси ағарту техникумына түседі. Техникумды 1938 жылы бітірген соң, Павлодар облыстық оқу бөлімінің саяси ағарту істері жөніндегі нұсқаушысы болып қызмет атқарып жүргенде, әскер қатарына шақырылып, әскери барлау мектебіне жіберіледі. 1941 жылы Мәскеудегі барлау мектебінде соғыс тактикасын меңгергеннен кейін, Қасым Қайсеновты жау қолында қалған Украина жеріне жібереді. Жау жайлаған елге ұшақпен келіп түскен сәттен бастап, Қасымның партизандық өмірі басталды. Ол кезде Украина жеріне аттану ажал аузына барумен тең болатын. Қазақтың қас батыры Қасым Қайсенов Чапаев атындағы партизан құрамасының 3-ші отрядын басқарды. Қаламгер партизан Илько Витряк ажал аузында, жау тылындағы бала, Днепрде, жау тылында, жас партизандар деп аталатын кітаптар жазып, кейінгі ұрпаққа шығармашылық мұрасын қалдырды. Тыңдалым мәтіні бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Бірінші, Қасым Қайсеновтың соғысқа дейінгі өмірі туралы не айтасың? Екінші, Қасым қай отрядты басқарды? Үшінші, партизан қаламгердің шығармашылығы туралы не білесіңдер? Жазылым тапсырмасы: екі мәтінді салыстырып, тақырыбын, құрылымын, мақсатты, аудиториясын, олардың тілі мен стилінің формасын, ұқсастығын және айырмашылығын сараптаңыз, жазыңыз. Бірінші мәтін: беделге белін бүкпес без бүйректей, Қасымды баса алмайды сайтан мысы, өзімен дәмдес болған сөзін естіп, солай деп айтады үлкен, байқар кіші. Тағдырдың таразысы қалтылдаған, қалсын деп қатер өткен халқым аман, ажалды бет қақтырмай қағып Қасым, жасындай жау үстінде шатырлаған. Екінші мәтін: 1941 жылы Мәскеудегі барлаушылар мектебінде соғыс әдістерін меңгергеннен кейін, Қасым Қайсеновты жау қолында қалған Украина жеріне жібереді. Жау жайлаған елге ұшақпен келіп түскен сәттен бастап, Қасымның партизандық өмірі басталады. Ол Украинада Василий, Вася деп атанып кетеді. Ол кезде Украина жеріне аттану ажал аузына барумен тең болатын. Қазақтың қас батыры Қасым Қайсенов Чапаев атындағы партизан құрамасының 3-ші отрядын басқарды. Бұрын қазақ деген халықты көрмек түгел, атын естімеген алуан түрлі ұлттардың арасында жалғыз өзі жай оғындай жарқылдап, қазақтың батырлығын сан мәрте дәлелдеп, еліміздің абыройын асқақтатқанын мақтанышпен айтуға болады. Кеңес жері фашист басқыншыларынан азат етілген соң, 1945 жылдың басында ол отанына оралды. Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының жоғарғы кеңесі президиумының аппаратын басқарды. Содан кейін Жамбыл облысының Жуалы, Свердлов аудандарында атқару комитеті төрағасының орынбасары қызметін атқарды. Қаламгер партизан Илько Витряк ажал аузынан, жау тылындағы бала, Днепрде, жау тылында, жас партизандар деп аталатын кітаптар жазып, кейінгі ұрпаққа шығармашылық мұрасын қалдырды. Екі мәтінді салыстырып, тақырыбын, құрылымын, мақсатты, аудиториясын, олардың тілі мен стилінің формасын, ұқсастығын және айырмашылығын сараптап жазайық. Бірінші, мәтіннің ұқсастығы. Екі мәтінде Қасым Қайсенов жайлы.
мәтіннің ұқсастығы осы. Екінші мазмұны Қасым Қайсеновтің ерлігі, батырлығы, қайсарлығы жайлы мазмұнында жазылған. Стилі. Бірінші мәтін көркем әдебиет стилі, өлеңмен жазылған. Екінші публицистикалық стиль, деректер мен мәліметтер берілген, қоғам үшін маңызды мәселе көтеріліп тұр. Төртінші тілі. Тілінде бірінші көркем әдебиет стилі болғандықтан, мұнда сөздің ауыс мағынада сөздер қолданған. Мысалы, тағдырдың қарасы талтылдаған дегенде, тағдырдың таразысы бар. Бұл арада таразы деп метафора болып тұр. Осы таразының өзі қалтылдап тұр. Кейіптеу болып тұр бұл жерде. Жасындай жау үстінде шатырлаған дегенде, бұл жерде жасындай теңеу. Қасым Қайсеновті найзағайға, жасынға теңеп тұр. Екінші мәтін 1945 жылдың басында отанына оралды. 1940 жылы Мәскеудегі барлаушылар мектебінде болды. Деректер мен негізгі мәліметтер беріліп тұр. Сондықтан бұл жерде ол қара сөзбен жазылған публицистикалық стилде жазылып тұр. Хабарлау мақсатында берілген тілі. Бесінші түрі, бірінші мәтін өлеңмен жазылған, екінші мәтін қара сөз түрінде жазылған. Міне мәтіндерге талдау жасасақ осылай жасаймыз. Келесі тапсырма оқылым тапсырмасы 150-ші бетте. Бірінші тапсырма мәтінді мұқият оқып, мәтін бойынша күрделі жоспар құрыңдар. Кітаптарыңда 150-ші бет. Оқылым тапсырмасы, ол мәтінді мұқият оқисыңдар, содан кейін осы мәтін бойынша күрделі жоспар құрасыңдар. Яғни кіріспе бөлімде қандай дүние айтылып тұр, негізгі бөлімде қандай дүние айтылып тұр, және қорытынды бөлімде, мәтіннің қорытынды бөлімде не айтылған. Осыған байланысты күрделі жоспарды осылай құрады екенсіңдер. Кері байланыстың тапсырмасы 151-ші бет, 6-шы тапсырма. Батыр партизан тақырыбында Қасым Қайсеновтің бейнесін тұрақты тіркестер мен мақал-мәтелдерді, одағай сөздерді пайдалана отырып ашыңдар. 9-10 сөйлеммен жазып шығасыңдар. Кері байланыстың тапсырмасы сонда тақырыбы батыр партизан деген тақырыпта жазады екенсіңдер. Мәтіндеріңнің ішінде тұрақты тіркестер, мақал-мәтелдер және одағай сөздер болу керек екен балалар. Сабақ аяқталды. Сау саламатта болайық.